Сәлеметсіздер ме 7-ші сынып оқушылары. Бүгін сендермен функция және оның графигі тақырыбы бойынша 18-1, 18-9 есептер аралығын қарастырамыз. Каналға тіркеліп, лайк басып қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. 18-1 есептер шаршының периметрі, шаршының ауданы, қозғалыс жылдамдығы, тауар бағасы, тікбұрыштың периметрі, тікбұрыштың ауданы, текшенің көлемі, тікбұрышты параллелепипедтің көлемі тәуелді айнымалы болса, онда тәуелсіз айнымалыны табыңдар дейді. Функция дегеніміз жалпы тәуелсіз айнымалының әрбір мәніне тәуелді айнымалының тек бір ғана мәні сәйкес келуі керек, яғни y тең f, x бізде функция деп аталады. Мұндағы y бізде тәуелді айнымалы, ал x тәуелсіз айнымалы. X-ке қандай мән берсек, y соған байланысты тәуелді түрде өзгереді деген сөз. Енді бірінші шаршының периметрінің формуласы ол p тең 4a. Мұндағы бізде шаршының периметрі егер тәуелді айнымалы болатын болса, p бізде тәуелді айнымалы болатын болса, онда шаршының қабырғасы, яғни a тәуелсіз айнымалы болады. Яғни қабырғасына қандай мән берсек, оның периметрі соған байланысты тәуелді түрде өзгеретін болады деген сөз. Екінші шаршының ауданы s тең a квадрат. Мұнда да шаршының қабырғасы бізде тәуелсіз айнымалы болады. Үшіншісінде қозғалыс жылдамдығы. Қашықтықты табу формуласы s тең v көбейтілген t. Енді жылдамдықты табу үшін біз қашықтықты уақытқа бөлеміз, және бұл жерде уақыт бізде тәуелсіз айнымалы болады. Келесі төртіншісінде тауардың бағасын табу үшін біз құнның формуласы арқылы өрнектейміз. Құнның формуласы s тең a көбейтілген n. A дегеніміз бізде тауардың бағасы, яғни құнды біз соның мөлшеріне бөлеміз, яғни сұраныс санына бөлеміз. Сонда n деген сұраныс саны тәуелсіз болып табылады. Бесіншісінде тіктөртбұрыштың периметрі екі қабырғасының қосындысын 2-ге көбейткенге тең, және бұл жерде ұзындық пен ені тәуелсіз айнымалы болады. Және алтыншысында осы тіктөртбұрыштың ауданын табу формуласы s тең ab, ұзындығы мен ені тәуелсіз болады. Жетіншісінде текшенің көлемі. Текшенің көлемі бізде a куб, текше дегеніміз ол кубик бар ғой, кубтың көлемі сұрап тұр. Кубтың барлық жағы бірдей болғандықтан оның қабырғасы бірдей ғой, сол себепті a куб. Яғни осы a куб біздің кубтың жағы тәуелсіз айнымалы болып табылады. Және соңғысында тікбұрышты параллелепипедтің көлемі оның ұзындығы, ені және биіктігінің көбейтіндісіне тең болады. Бұл жердегі тәуелсіз айнымалы оның ұзындығы, ені және биіктігі. 18-2 есепте енді керісінше тәуелсіз айнымалылар беріліп тұр, тәуелді айнымалыны табу керек. Біріншісінде сатып алынған тауардың мөлшері бізде тәуелсіз айнымалы болатын болса, тауардың құны, яғни с бізде тәуелді айнымалы болып табылады. Екінші, қозғалыс уақыты. Қозғалыс уақытын біз қашықтықты табу s тең v көбейту t формуласы арқылы өрнектейміз. Уақытты табу үшін біз s-ті v-ға бөлеміз, яғни қашықтықты жылдамдыққа бөлеміз. Және бұл жерде бізде жол тәуелді айнымалы болып табылады. Және де үшіншісінде қозғалыс жылдамдығын табу дәл осы формула арқылы өрнектеледі, бірақ қашықтықты уақытқа бөлеміз, және бұл жерде де жол тәуелді болады. Соңғы төртіншісінде шаршының периметрі. Бізде шаршының периметрінің ауданы қандай еді? Шаршы болғандықтан барлық қабырғасы бірдей, яғни 4 қабырғасының қосындысы, немесе 4a. Бұл жердегі қабырғасы бізде тәуелсіз айнымалы болады. 18-3 есепте еңбек өнімділігімен белгілі бір уақытта орындалған жұмыс. Енді белгілі бір уақытта орындалған жұмыс пен еңбек өнімділігі. Үшіншісінде x айнымалысы мен оның модулі. Төртіншісінде x айнымалысының модулі мен x айнымалысы арасындағы тәуелділік функция бола ма деп сұрап тұр. Бізде функция болу үшін біреуі тәуелді, біреуі тәуелсіз айнымалы болу керек. Біріншісінде еңбек өнімділігімен белгілі бір уақытта орындалған жұмыс бізде тәуелді функция болады. Екіншісінде де функция болады, үшіншісінде функция болмайды, және соңғысында функция болмайды. 18-4 есепте барлық қабырғалары тең бесбұрыш периметрінің қабырғаның ұзындығына тәуелділігі функция бола ма дейді. Бізде егер ұзындық өзгеретін болса, онда оның периметрі де өзгереді. Демек, ол функция болады деген сөз. Екіншісі, жемісі бар бірдей 5 жәшік массасының бір жәшікте салынған жемістің массасына
тәуелділігі функция бола ма дейді. Егер әр жәшіктегі салмақ өзгеретін болса, бізде жалпы масса да өзгереді. Яғни функция болады. Үшіншісінде 11-дей қарындаш құнының бір қарындаш құнына тәуелділігі функция бола ма дейді. Егер бір қарындаштың бағасы өзгерсе, қалған барлық қарындаштың да бағасы өзгереді ғой. Ол да демек функция. Және соңғы төртіншісінде оқушылар санына тәуелділігі функция бола ма дейді. Егер бізде оқушы саны артатын болса, онда кітаптардың да саны артады. Егер оқушы саны кемейтін болса, кітаптар саны да кемейді. Екеуі тәуелді функция болады. 18-де 5-ші есепте қабырғалары тең көпбұрыш периметрі оның ұзындығының тәуелділік функциясының анықталу аймағын табыңдар дейді. Енді бізде тең көпбұрыш периметр болғандықтан ол барлық оң сандар жиынын құрайды, яғни 0-ден плюс шексізге дейін. Екіншісінде су күйінің температурасының тәуелділік функциясының анықталу аймағы ол қандайда бір санға байланысты. Өйткені температура қандай санды көрсетсе, сол сан оның анықталу аймағы болып табылады. 18-де 6-шы есепте шаршы қабырғасы ұзындығының оның ауданына тәуелділігі бізде функция өспелі бола ма, әлде кеммелі бола ма деп сұрап тұр. Шаршының қабырғасының ауданы ол S тең А квадрат, Аның орнына біз барлық сандарды бере береміз. Қандай сандарды? Оң сандарды берсек те, теріс сандарды берсек те, оның квадраты болғандықтан ол міндетті түрде артады. Яғни функциямыз өспелі функция екен. Екіншісінде жұмысқа жіберілген уақыттың еңбек өнімділігіне тәуелділігін беретін функция өспелі ме, әлде кеммелі ме дейді. Бізде А жұмыс болатын болса, Т уақыт, ал ол еңбек өнімділігі бізде N болсын де. Бұл жерде біз уақытымыз кемейде, жасаған жұмысымыз артқанменен, еңбек өнімділігі артқанменен уақытымыз азаяды. Дұрыс қой? Сол себепті бұл кеммелі функция екен. 18-де 7-ші есепте шаршы қабырғасының ұзындығы А, яғни белгісіз, 2 сантиметрден артық, бірақ 5 сантиметрден кіші. Яғни 2 менен 5-тің арасындағы мәндерді қабылдайды деп тұр, Шаршының периметрі біріншісінде, екіншісінде ауданын табыңдар деп тұр. Шаршының периметрін табу формуласы бізде P тең 4А, Периметрін табу үшін біз екі жағына да бірдей 4-ті көбейтеміз. Сонда ол 8 сантиметр менен 20 сантиметрдің аралығын қамтиды деген сөз. Периметрі 8 сантиметрден артық, бірақ 20 сантиметрден кіші. Дәл сол сияқты ауданын табу формуласы бізде шаршы болғандықтан, оның барлық қабырғасы бірдей ғой. А квадрат таламыз. Яғни 2-нің квадраты және 5-тің квадраты дейміз. 2-нің квадраты 4, 5-тің квадраты 25 болады. 18-де 8-ші есепте біріншісінде А кіші немесе тең 4 сантиметр, яғни қабырғасы 4 сантиметрден кіші аралықтағы мәндерді қабылдайтын болса, оның периметр туралы не айтуға болады? Периметр табу формуласы P тең 4А формуласына саламыз, яғни 4-ке 4-ті көбейтеміз, 16 сантиметр болады. Бұл қабырғасының периметрі 16 сантиметрден кіші немесе тең болады. Екіншісінде А 3 сантиметрден артық немесе тең болатын жағдайда оның периметрі 12 сантиметрден артық немесе тең болады екен. Үшіншісінде қабырғасы 2,5 сантиметрден кіші немесе тең болған жағдайда периметрін табу үшін 4-ті 2,5-ке көбейтеміз. Сонда бізде 10 сантиметр болады, яғни периметрі 10 сантиметрден кіші немесе тең. Төртіншісінде қабырғасы 17,5 сантиметрден үлкен немесе тең болатын жағдай болса, периметрін табу үшін 4-ті 17,5-ке көбейтеміз. Сонда периметрі 70 сантиметрден үлкен немесе тең болады деген сөз. Келесі 5-шісінде егер қабырғасы 3 сантиметрден үлкен немесе тең, бірақ 5 сантиметрден кіші немесе тең болатын жағдай болса, периметрін табу үшін осы екі жағына да бірдей 4-ті көбейтеміз. Сонда периметр 12 сантиметрден артық немесе тең, бірақ 20 сантиметрден кіші немесе тең болады. Және соңғысында оның қабырғасы 1,125 сантиметрден артық, бірақ 1,175 сантиметрден кіші болатын жағдай болатын болса, периметрін табу үшін екі жағына да бірдей 4-ті көбейтеміз.
1,125 пен 4-ті көбейтсек 5 см болады. 1,175 пен 4-ті көбейтетін болсақ 7 см. Соңғы 18-9 есепте автомобиль, мотоцикл, пойыз және моторлы қайық жолда 2 сағат болды дейді. Егер олардың жылдамдықтары сәйкесінше 80, 30, 65, 12 болса, онда әрқайсысының жүрген жолын табыңдар. Жүрген жол ұзындығының қозғалыс жылдамдығына тәуелділігін беретін формуланы жазыңдар дейді. Берілгенін жазайық. Уақыт барлығына бірдей 2 сағат, автобустың жылдамдығы 80 км/сағат, мотоциклдің жылдамдығы 30 км/сағат, пойыздың жылдамдығы 65 км/сағат, ал қайықтың жылдамдығы 12 км/сағат болады. Енді осылардың әрқайсының жүрген жолдарын табуымыз керек. Жолды табу формуласы S тең V көбейтілген T. Бірінші автобустың жүрген жолын табу үшін оның жылдамдығы мен уақытты көбейтеміз, яғни 80-ді 2 көбейтеміз, 160 км болады. Мотоциклдің жүрген жолы 30 бен 2-ні көбейтеміз, 60 км болады. Үшінші пойыздың жүрген жолын табу үшін 65-ті 2 көбейтеміз, 130 км болады. Қайықтың жүрген жолы 24 км болады екен. Сабақты соңына дейін көргендерің үшін рахмет. Каналға тіркелуді ұмытпаймыз.